Достар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз can және can't модальді етістіктері. Кеттік. Әдетте, біз бір нәрсені істей алатынымызды көрсететін болсақ, етістіктің алдына can'ді қоя саламыз. Мысалы, I can play tennis. Мен теннис ойнай аламын. I can cook. Мен тамақ істей аламын. Яғни оп-оңай бір нәрсені істей алатын болсаңыз, етістіктің алдына can'ді қоя саласыз. Ал егер де істей алмайтыныңызды көрсететін болсаңыз, етістіктің алдына cannot'ты қоясыз. Cannot'ты қысқартып оқылғанда can't болып оқылады. Мысалға, I can't cook. Мен тамақ істей алмаймын. I can't play tennis. Мен теннис ойнай алмаймын. I can't play football. Мен футбол ойнай алмаймын. Енді сұраулы формада қалай болады деген ой келетін болса, сұраулы формада can'ді алдына шығара саламыз. Мысалы, I can play tennis. Мен теннис ойнай аламын. Деген сөйлемді сұраулы формаға өзгертейік. Can I play tennis? Мен теннис ойнай аламын ба? Енді екінші жаққа қойып көрейік. You can cook. Сен тамақ істей аласың. Can you cook? Сен тамақ істей аласың ба? Енді өткен жақ формада қалай болады? Өткен жақ формада can модальді етістігіміз could'ке ауысады. Мысалға, I can come. Мен келе аламын. I could come. Мен келе алдым. Дәл сол өткен жақ болымсыз формада қалай болады? I can't come. Мен келе алмаймын. Енді couldn't қояйық. I couldn't come yesterday. Мен кеше келе алмадым. Тағы бір мысал айтып көрейік. Мен 2 күн бұрын теннис ойнай алмадым. I couldn't play tennis 2 days ago. Мен 2 күн бұрын теннис ойнай алдым. I could play tennis 2 days ago. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінікті болса, астындағы комментарийге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.